Бәдір шайқасы күні болған. Мына бір оқиғаны айтпасақ болмайды дейді. Шайқас қызған шақта 313 сахаба 1000-мен соғысып жатыр. Әрқайсысы 3 мүшрикпен қырылу керек те. Сол кезде Укаш ибн Михсанның қолындағы қылышы сынды дейді. Алла елшісіне дереу жүгіріп келіп, я Расулалла, қолындағы қылышым сынды деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шыбықты алды да жерден соғыс деп айтты. Мен саған керек болса. Шыбықты алды да пайғамбар саллаллаху қолына берді дейді. Я Расулалла, қатырасын, сен не мазақ қылып тұрсың ғой, тым үлкен жігітпіз ғой біз деген. Деп ана айтпағанда, қолына алғанда бісміллә деп ше. Қолына алды дейді. Яқин, міне, яқин. Қолына алды дейді, қолына алған сәтте пайғамбарлық мұғжиза іске қосылды дейді. Әппақ қылышқа айналды дейді жаңа қолындағы шыбық. Бәдірде бірнеше мұғжиза болған, субханалла. Бұл мұғжизаға иман келтірудің өзі үлкен күш қой қажекен. Ой, небір адамдар ауырып қалады мұғжиза туралы айтқан кезде. Точно ма деп. Точно ма дегеннен кейін ол қақтан шыбығын қылыш болады ол. Дұрыс па? Ол енді пайғамбарлық, ол Алланың берген үлкен жаңағыдай мүмкіндігі, караматтарының біреу ғой пайғамбарымызға. Алла елшісіне Алла тағала жеңіс бергенге дейін қылыштасты дейді жаңа соғыс. Одан кейін де сол қылышпен бүкіл жолыққа қатысты дейді ғой, мәсән керек болса. Ешкімге бермейді дейсің ана қылышты. Тіпті діннен безгендермен болған шайқастарда өзі мертіккенге дейін сол қылыштың иесі бола білді дейді. Ол не деген сөз? Өліп қалғаннан кейін қылыш жоқ қажекелер. Ана кісіге хасталғанда арналған. Ол қылышты біз ауын деп аталдық дейді. Бұл көмекші қылыш деп аталды. Қиын кезде көмекке келген.